шұғыл хабарлама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бейсенбіде еліміздің мегаполистерінің бірінде күн 2 градусқа дейін суытады деп күтіледі. Астана, Алматы мен Шымкентте 9 қазанда ауа райы қандай болады? Ауа райы болжамын Open порталы жария етті деп хабарлайды Қазнұр.кз. Бүгін Алматыда күн ала бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы 15 градусқа дейін көтеріледі. Ал түнде 2 градусқа дейін төмендейді деп күтіледі. Желдің жылдамдығы 2,5 метр секунд болмақ. Астанада синоптиктердің болжауынша аздаған бұлт болады. Күндіз ауа температурасы 12 градусқа дейін жетеді. Ал түнде 2 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. Желдің жылдамдығы 3,9 болады. Шымкентте бүгін аспанды бұлт торлайды деп болжанып отыр. Күндіз термометр бағаны 23 градусқа дейін жетсе, ал түнде 7 градусқа дейін төмендейді. Желдің жылдамдығы 4,1 метр секунд деңгейінде болмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.